мына жерде қалдықтың бөлігі орындалған. Біз мына бөлімнің мәнін бөлгішке көбейтіп көреміз. Сонда 30 болады ғой. 30-ға мына қалдықты қоссақ, мына жерде 32 болады. Ал енді мына жерде не істейміз? 77-ні бір санға бөлген кезде неше шығады? 20-дан 5 қалдық қалу керек. Олай болса біз 77-ден 5-ті азайтамыз. 77-ден 5-ті азайтсақ, 72 қалады ғой. 72-ні біз қандай санға бөле аламыз? 72-ні біз 8-ге немесе 9-ға бөле аламыз, иә? 5 қалдық қалу үшін. Ал 8-ге бөліп көрейік. 77-ні 8-ге бөлсек, сонда 9 қалдық 5-ті сеп көрейік. 9-ні 8-ді көбейтеміз 77 болады, оған 5-ті қоссақ 77. Ал мына жерге егер 9-ды қойсаңдар, ол кезде мына жерде 8 5 қалдық шығады. Ол да дұрыс. Ал енді мына тапсырманы көрейік. 40-тан басталатын қандай сандар бар жерге бөлінеді? Көбейту кестесінде 42 бар бізде, және 49 бар, иә? Ал енді 42 немесе 49-ға 5-ті қосып көрсек, мына жерде қайсысы сәйкес келеді? Біз бұл жерде 42-ні таңдай алмаймыз, 49-ды таңдай алмаймыз. Себебі 49-ға біз 5-ті қоссақ, 54 болып асып кетеді. Сондықтан біз 42-ні таңдаймыз да, 42-ге 5-ті қоссақ, онда 47 болады. 47-ні 7-ге бөлсек, онда бізде 6-5 қалды. Тексеріп көрейік. 6-7-ге жетіміз 42, 42-ге 5-ті қоссақ 47 болады. Ал мына жерде түсінікті 4 қалдық қалады.